Алғаным не деген сөз? Алғаным асыл ару деген өлең жолын асан қайғыдан кездестірсек, алғаным менің балдарым, артымда қалған алғаным деген жолдарды Махамбет ақыннан ұшыратамыз. Сөз төркіні айдай анық, алу етістігінің есімше тұлғасы, ол зат есім қызметін атқарып, алған әйелі, жұбайы, зайыбы деген ұғымға ие болған тәрізді. Бірақ бір ғажабы, алғаным сөзі ескі жырларда әйелге де, еркекке де қарата айтылса, берген, сірә, қосағым, жарым, жан жолдасым деген сияқты жыныстық айырым мағынасы жоқ сөз болу керек. Демек, жырларда қолданылған алғаным тұлғасы метафораланып, сүйіктім, аяулым деген сияқты мағынада жұмсалған деп табамыз.